Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен sport жаңалықтары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizde bo'ladi. Janibek Alimxanұлы Canelo men ayqas uchun basta armanın tark etdi. Orta salmaqda IBF және WBO чемпионы Janibek Alimxanұлы 5-savr Astanada Fransiyalik Annuel Negamessing men жұдырықтасады. Алайда 31 жастағы чемпион bir жекпе-жек үшін алға қойған мақсаттарын бас тартуға дайын деп хабарлайды. Кейінгі кезде қазақстандық боксшы екінші орта дивизионда жүрген Саул Канело Алвареспен айқасқысы келетінін жиі айтып кетті. Әйгілі промоутер Канело үшін ең қауіпті қазақ боксшысы атанды. Басты себеп орта салмақтағы қорқақтар. Бұған басты себеп орта салмақ чемпиондарының ешқайсы Janibekпен жұдырықтасқысы келмейді. Alimxanұлы ойынша Алварес үстемдік етіп тұрған супер орта дивизионға өту үшін ең қауіпті емес. Өйткені қазақстандық ол салмақ үшін кішірек болса да, жекпе-жек Канелоға ешқандай артықшылық көмектеспейді. Janibектің басты арманы абсолют чемпион атану еді. Қазір онда екі белбеу бар болғанымен керегі да осынша. Ал олар кубалық Эрсланду Лара мен доминикалық Карлос Адаместе. Бірақ The Ring мәліметінше Janibek үлкен гонорар мен зор мүмкіндіктер үшін абсолют атану арманын бас тартуға дайын екен. Ал ол гонорар мен мүмкіндіктер Canelo мен айқас жылдан бері алады. Бірақ мексикалық биылғы барлық айқасын жоспарлап тастаған. Мексикалық жұлдызға Janibekнің есімі таныс болуы мүмкін. Қазір 34 жастағы Алварестің бар назары келесі қарсыласы кубалық Уильям Скулда. Ал одан кейін америкалық Терренс Кроуфордпен кездесуді ойластырып отыр. Сондықтан Janibekтің елейтіні жағдайда емес. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.